Баршаңызға сәлем достар. Қазіргі уақытта хит болып жатқан макулебе тағамын дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін картошка, сәбіз, пияз және ет қажет болады. Етімізді осылай кубиктеп турап аламыз барлығын. Және де осы барлық ингредиенттерімізді қуырып аламыз алдымен. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, етімізді қуырамыз. Еттің сөлі толық су тартылғанша қуырып аламыз. Онан кейін тұзымызды салып, бір стакандай су құйып, бір немесе 1,5 сағатқа бұқтырып, толықтай пісіріп аламыз. Келесі кезекте көкөністерімізді турап аламыз. Осылай дөңгелек етіп тураймыз барлық көкөністерімізді. Картошканы, сәбізді де және пиязды да дөңгелек етіп тураймыз. Және барлығын қуырып аламыз қазір. Келесі кезекте күрішімізді дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға қажетті күрішімізді салып, жақсылап араластырып, қуырып аламыз. 4-5 минуттай. Күрішіміз әдемі, шашпа күріш болып шығу үшін осылай қуырып алған маңызды. Және де қажетінше тұзымызды салып, араластырып, күріштің бетін жауып тұратындай су құйып, баяу отта 5-10 минут бұқтырып аламыз. Ыдысымызға майды құйып, алдымен пиязды қуырып аламыз. Мен пияздың жартысын қуырып қостым, және жартысын қуырылмаған қалпында қостым. Осылай қуырылған пияздарды алып, келесі картошканы қуыратын боламын. Картопты да дәл солай қызарғанша қуырып аламыз барлығын. Екі жағынан толықтай қызартып қуырып аламыз. Достар, арнаны қолдау мақсатында менің каналыма жазылып, барлық видеоларымды көріп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Келесі кезеңде сәбіздерімізді қуырамыз. Сәбіздерімізді де толықтай қызартып қуырып алдым. Енді мен макулебемді келесі кезекте осындай ыдысқа жинайтын боламын. Сіздер бұндай көбірек мөлшерінде жасауларыңызға болады. Отбасындағы адам санына байланысты мөлшерін көп немесе аз қылып жасауларыңыз өз еріктеріңізде. Алдымен пиязды саламын, яғни қуырылмаған пиязымды салдым ең алдымен. Одан кейін етімді салып, толықтай барлық ингредиенттерді нығыздап отырып саламын. Қазір аударған кезде шашылып кетпейтіндей болу үшін. Келесі кезекте қуырылған пиязды салдым. Келесі қабатқа қуырылған картопымды, қуырылған сәбізді салдым. Осылай барлығын нығыздап, дөңгелектеп бір-біріне сәйкес етіп орналастырамыз. Сәбізден кейін қайтадан тағы да картоптарды саламын. Осылай араластырып отырып салып шықтым барлығын. Барлығын осылай салып алғаннан кейін ең соңғы қабатына күрішті саламын. Күрішті де дәл солай басқа ингредиенттер сияқты нығыз етіп отырып орналастырамыз. Шашылып кетпеу үшін макулебеміз аударған кезде және үстіне еттің суын құйып, жарты стакандай су құйып, баяу отта 10 минуттай бұқтырып аламыз. Макулебенің жан-жағына салатқа мен қияр мен қызанақтан жасалған балғын салатты қолдандым. Макулебені аудару үшін арнайы осындай кішкентай тарелка қолдандым. Кішкентай тарелканы бетін жауып тұрып, осылай аударып алдым. Барлығымыз қасықпен ұрдық. Макулебеміз осылай шашылмай, тарелкамызда әдемі болып шықты. Мен айранды қолданбадым, макулебенің жан-жағына құймадым, жеке ыдысқа құйып бердім. Себебі біз айранды тамақпен бірге қолданғанды ұнатпаймыз. Сіздермен болған Эльмира, барлығыңызға рахмет.